Адам көп, ағыз жағы, машина да көп, адам да көп. Не болып жатқанын бір көрейікші. Келекен, мына жақта жағы машина қарап бастап кетті. Мына БХ деген көлік қой енді. 2 миллион деп тұр енді. 2 миллион? 2 миллион деп тұрмыз. Келісім бар дейді. Объем 2,5 дейді. Ашық па? Ашық болса ішін көрсетейін. Иелері осы жерде тұр енді. Көлігім жаман емес дейді, мақтап жатыр. Бірдеме салу керек па ақша? Ақша сұрамай ма? Мініп өтті кете бере ма? Для себя ғой оның бәрі. Сыртына ма тек, сыртында о жағына ходовой мотор дегендерге ғой? О жағынан мықты ма? Өзі БХ деген көлік қалай өзі? Көлігі мынау, орташа? Жақсы. BMW деген. Стенің орташа. Стенесі орташа. Өздерің айдап жүрген машина ғой да? Өздеріміз айдап жүрміз дейді. Бағасы қанша дедin? 2 миллион деп тұрсың. 2 миллион сұрап тұрған BMW осындай екен. Қалай гүл екен мынау BMW? Сен шуыңмен подсвет екен. Түсі бірдей. Мен әдемілеу шығар енді. Машинаның жолда тұрып симай атқанын көрсетіп атқаным, машина көп екендігін. Жоқ, мына түсін көрсет, әдемі болып кеткен. Мына машина әдемі болып тұр деп қоймай тұр гүл екен. Optima, Kia Optima. Шынымен жақсы екен. Жақсы екен. Жол тұрып тұр. Бағасы да жақсы екен. Бағасы жақсы екен. Өзі де жақсы да? Kia Optima деген көлік. Біз Optimalар жақсы деп мақтап отыр ғой. Мақтай ма? Гүл екен. Машина таниды көрдіңіздер ма? Айта бер, бағасын жылын. 2019 жылы объем 2,4 автомат, бағасы 8 миллион 800 мың. Телефон 777 702 43 34. Ауdi'да тек тұр екен, көрсетіп кетейікші. Түсі де жақсы екен, ерекше түсті. Ерекше түсті жақсы екен. Негізі неміс көліктері жақсы ғой. Қанша есік болса да жүр. Құн жоғалтпайтын көліктер. Жағдайы мынау көп тұрғандарымыздай. Дөңгелегі орташа жағдайда қысқа дөңгелекпен тұр. Ішін көріп жіберейік. Іші де сыртының түсі сияқты. Қоңыр түсті. Айтып тұрмын, бұлар бар. Қанша есік болса да жалтырап тұр ғой. Қалай не алды отыр? Мақтап отыр ма? Бәрін мақтап отыр. Қашан ауыстырып қойған, бәрін видеоға түсіріп алдым деп. Енді бұл жерде бағасы жазылмаған. 2003 жылғы телефон көрсетіп кетшеш. Бағасы қанша еді тұрсын чек? 2,4 объем 2003 жылғы. 4 миллион 200 мың теңге екен. Телефон нөмір. Мерсе сылдап тұр ғой. Өзі қызып тұр, өзі сылдап тұр. Бағасы жазылмаған ба? Айтшы бағасын. 2 миллион 794 жылғы. 2 миллион 700. Ал дейсің? Көліктер өтіп кеткен ау деймін, жол. Босап қалыпты. Негізі машина көп, адам да көп та? Адам да көп, көлік те көп. Жақсы өтіп жатырсың. Ауди шек-шейіп тұр е. Мен түсіштеп тұр ғой кәдімгідей. Әдемі екен, жылы. Аудилар жақсы көлік деп айтып жатырмын ғой. Жақсы екен, жақсы шынымен де. Егер новый аудиоларды қарағаныңыз келсе, біздің алдында түсірген видеомыз бар. Новый Ауди салонға барып. Оның ссылкасын төменгі комментарийға негесін описание салып кетермін. Ал дейді. 2004 дейді, бағасын көре алмай тұрмын. Объем 3, коробкасы автомат, телефоным жазылып тұр. Önce 232 мың жүрілген, бағасы көрсетпеген екен. Хит көлік, Кобальт деген көлік деп қойшеш. Бір өлеңдетіп жіберетінің бар еді арасында. Не ма, не? Сауыт келмей жатыр көліккен, лайкты аямаңыздар. 2014 дейді. 11 жыл болған. Бағасы 4 миллион 700. Енді комплектациясы жоғары болар енді көлікке. Сосын автомат екен. Көргендерің өздеріңіз айтып отырасыздар. 4 миллион 700 деп тұр 2014 жылы. Кобальттың бағасын. Телефон айтып кетейін ба? 708 376 65 25. Так, ал. Кобальттың жағдайы осы. Міне Мерседес әдемі түсті. Жақсы жағдайдағы деп қойыншы. Жылы ескілеу сияқты. Көзі бақырайып тұр екен оның. Көзі бақырайып тұр. Сыртына шайынып тұр даже. Ал, айналдырып көрсетейін. Мерседестің. Өзіңіз бағалай отырыңыздар. 08 регион екен. Ал дейді. 2004 жылы 5 миллион 500. Ал, телефон нөмірі жазылмаған екен. Телефон нөмірі жазып қоймайсыңдар ма? Не БХ. Әдемі екен е мынау БХ. Кішкене жаңа болма жылы? Көрші ал. 98 дейді ғой. Уә. Ал 98 жылы БХ-ны да көріп кетейік.
мінекей жағдай қазір кішкене жақсы көліктерді көрсетеміз. Шет жағында көліктер осылар екен тұрған енді. Объемы 2.8 автомат. 4 миллион 100 дейді. Обмен бар дейді. Сұрам дей ме? Телефон нөмірі мінекей 707 021 1520. Мынау Hyundai тек қана газбен жүретін Hyundai екен. Ол жақсы ма жаман ба? Оны көрермендер айтады. Негізі бензинде болған жақсы ма? Бірақ бұл заводской газ сияқты. Да? Заводской газ Sonata. Ал жылы несі қалай екен? Іштекші. Ой, жабықтыр екен. Не? Лүке? Не? Қазақ учет дейді, мына жерде иісіп қарап тұрған ғой, номер жоқ екен ғой. Ана қарап үлкен бәрін біліп оған деймін. 2014 жылғы учет қазақша дейді. 7 миллион 300 мың теңге сұрап тұр. Телефон нөмірі мынау. Жаға басып, аяғымыз борап, қармен қатып тоңып өліп жүрдік. Ал достар, лайктарыңызды аямай, жақсы пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, тіркеліп қойыңыздар, тіркелмесеңіздер, тіркелсеңіздер, рахмет, таратып отырыңыздар. TikTok бар ғой. Айтпақшы, бізде TikTok бар, айтпақшы. Прямойға шығып жүрміз TikToктан, кешке қарай. Күнде кешке прямойға шығамыз. Кешке қарай прямойға шығып, общение боламыз. Сөйтіп сөйлесуге болады. Бос болсаңыздар, кіріңіздер. Мына жерде біздің көрерменіміздің машинасы тұр екен, сатылымда. Оны қалай көрсетпейміз? Highlander, Toyota Highlander деген. Қазір мен сыртын бір айналдырып көрсетіп шығамын ғой. Іші ашық болса, көрсетейік. Багажын бәрін көрсетемін қазір. Ішкі жағдайы мынау панельдері, көріп отырсыздар, таза жалтырап тұр ғой енді. Мінекей. Салоны мынау. Негізінде күтіп ойдаған машина сияқты. Өзіңіздікі ме аға? Машина өзіңіздікі ме? Иә. Көрініп тұр. Өзі күтіп ойдаған кісі екен енді. Үлкен кісілер жақсы айдайды ғой машина деген. Ал Highlander. Гүліке, бағасы қанша? Айтшы. 6 миллион 800 сүріп берем дейді аға. Бағасы түсірген, бұрын 7 миллион 800 болған, қазір 6 миллион 800 деп қойған екен ағамыз. Объем 3 саудаласуға болады, тағы да түсіретін шығар мүмкін саудалассаңыздар. Телефон нөмірі мінекей, қазір багажында көрсетіп жіберемін жағынан. Багажын осы Highlander-дың көріп көрген жоқпыз да, ашып. Тап-таза ғой, нағаш үлкен кепкен багаж. Не, запас кісімен тұр. Запас кісі ме? Запас кісім дайын тұр ал. Қысқы дөңгелек па запас кісі? Жоқ, заводской. Өзін заводской дөңгелегі дейді ғой. Заводской мен әйел тұр, мынаған ағамыз күтіп ойдайды деймін машинаны. Ал Highlander осы алым десеңіздер, жаңағы нөмірге хабарласа қойыңыздар. Toyota Yaris новый екен е? Бағасын түсіртті ғой. Күнде ұстап тұрып айтайын деп отқан сияқты. Көрсетейін деп отыр ана қара сүртіп. Новый Toyota Yaris. 21 жылғы. Объем 1.5 автомат. Бағасы деген 10 миллион 700 болған. Қазіргі бағасы 9 миллион 800. Баға түсті деген осы емес па не? 10 миллион 700-ден 9 миллион 800 деп сызып тұрып жазып қойыпты кәдімгідей. Телефон нөмірі мінекей 700-130-02-03 деген нөмір. Гүлекең жүре алмай қарға батып әрең жүріп жүр. Оған қалай баспайсыздар енді лайкты, қалай бұл видеоны таратпайсыздар? Сіздер үшін видео түсіріп дейсің, е? Ал кеттік достар, лайктарыңызды аямаңыздар. Мерседес бақырайып тұр да, қараш деп. Әдемі болып тұр өзі тұрғанда. Әдемі ол жылың қараш. Жылы енді, ескілеу екен. Қазір көрсетіп шығайыншы айналдырып. Мүмкін ұнап қалар. Көргендеріміздің іздеп жүргендері олар мүмкін. Мерседес. Шынымен де жақсы, жағдайы бар, жалтырап. Ойыншық машина ұқсап тұр екен кәдімгі. Дүкеннен қазір алып келген ойыншық машиналар бар, не сияқты болды. Не ол Лүке билеп кетті ма? Тоңдым. Одиссей деп билегім келіп кетті. Одиссей деп? Қалай Одиссей? Ана машина айтып отырсың ба Одиссей деп? Жоқ, Одиссей деген бей бар ғой. Сондай бар ма? Мерседес E280, объем 2.8 98 жылғы. Автомат, бағасы 5 миллион 200 мың. Телефон нөмірі мынау. Lexus деген бұл ерекше көліктер ғой. Да, Гүлеке? Енді мен деген BMW-дан шығып Lexusқа ғашық болып жүрмін ғой. Мәссаны ал дейді. Қайтеміз, енді қайтеміз ал. Гүлекең Lexus'ты жақсы көріп жүрмін дейді ғой. Ішін көрсетпей қойыншы, ішінде адамдар отыр. Lexus GS 300 дейді көлік. Бағасы? 2006 жылғы Европа дейді. Бағасы 6,5. 6,5 миллион ба? Телефон нөмірін жақында атып көрсетіп жіберейін. 783294046 деген нөмір.
Гүлікін көлік іздеп келе жатыр, көрермендерге жақсы көлік түсірейік деп. Ал дейді бұл Camry. 2005 жылғы екен. Ha? Так, объемы 2,4, бағасы 5 миллион 400. Телефон 778 908 53 22. Қалай? Ой, сырты жақсы енді, бағасын білмеймін ғой. Телефон нөмірін айттың ғой да? Айттым. Мінекей минивэн Alphard дейтін көлік. Alphardтар дейтін, кәдімгі машинаның дұрысы сияқты да, осы да минивэн дедің да. Альфредтер жақсы ғой, Ішінде кең бер жағынан. Бұл бірақ бензин көп жемей ма? Көп жемейді. Көп жейді деп айта алмаймын. Объем 3 қой. 2007 жылғы 2023 алып келдік дейді ғой. Былтырған алып келген екен. Автомат дейді 9 миллион 400 мың теңге сұрап тұр телефонын. Ипсун сұраған сияқты айтпақшы. Минивэн. Ипсун да жақсы машина. Машинаның бәрі жақсы. Жүріп тұрса дейсің ғой. Ал Ипсунды айналдырып, сыр айналдырып мен көрсетіп шығайын. Газбен жүреді екен. Алды арты жаны. Астын көрсете алмаймын тек. Астына сыймаймын деп кетсең деймін ба. Ішкі жағдайы мынау. Салоны, панельдері. Ішкі артқы орындықтары. 7 адамдық. Ипсун деген көлік осы. Есігі мінекей. Бағасын нағы өйтпей тұр екенсің. Нағы бағасын айтпей тұрсың. Бағасы 6 миллион. 6 миллион дейді. Объем 2,4. 2004 жылғы дейді. Нақ. Не, борап кетті совсем. Күн деген. Қар тоқтайтын емес. Ана бір көрермен жазды. Осы әйел кім? Әйбет қарынбашы деп айта береді деп жазды. Қойшы жазғанмын. Ал енді? Сол сияқты қарынбашы енді, әйбет беру керек маған. Сондықтан кетіп біз әйбетке ал достар. Бізге лайк, комментарий ұмытпай, жазып, тіркеліп, таратып отырыңыздар. Күшті күтем сіздерді, давайте. Мына жерде минивэн көп екен, қатарынан тұр екен, сондықтан бәрін қатарынан көрсетіп өтейікші. Мені әйбетке алып бар десем, ана жаққа кетіп қалдың ба? Мен саған Гүлекен атып шықтым. Бос жерсіз. Шошып кеттім ғой Гүлеке. Кішкене көрермендерге машина көрсетпейміз. Жер эстиматор қалай аттап кетеміз эстимадан? Таусылмайды екен көліктерін. Ал, Гүлекен құрсып отыр. Эстима деген көлік мынау. Сен келіп таныстырып жүрші, анда келіп Гүлеке. Сен айтқан жақсы көріп тұр бағаларды. Мінекей, жылына келетін болсақ 2008 жылғы екен. Объем 3,5, бағасы 8 миллион жарым теңге. Мынау белгіленіп тұрғанның бәрі бар. Ал телефон нөмірін жазып тұр енді өкінішке орай. Ал қалай хабарласамыз? Бірдеңе кездесіп қалса, тамнан түсіп кетейікші дексің ғой тағы. Мінекей мына қызылдай отын қарай түсірмейсің ал қарашы ал. Камриді. Жазуы жоқ. Қып-қызыл болып тұрған. Ақпарат жазылмаған ба? Ал сөйтеді енді. Мынау Короланы көрсеткім келіп тұр да. Көп сұрайтын көліктердің бірі Toyotалардың ішіндегі. 2010 жылғы екен. Объем 1,8 бе? Еке? Да? 1,8 бе объемы? Таныстыра берсің. 2010 жылғы 1,8 автомат. Бағасы 5 миллион 600. Телефон 778 808 3542. Ал мінекей. Ал далада қар жауып тұр. Машина толып тұр. Адамда азайған сияқты ма? Алатындар бәрі алып кетті дейміз. Сол сияқты таңертең ертемен көп болады ғой. Бірақ машина қалып қойған. Ал мына қиындай акцентті де көрсетеміз деп айтып қойдым дейді ғой. Ал айтып қойсам көрсетіп кетейік. Қиындай акцент 2000 неше? 13 жылы. 2019 жылы. Гүлеке ақпаратты ұстап айтсын. Сатас ба? Так, акценттің жағдайы міне 1,6 дейді. Да? Объем 1,6 ма? Жазылмаған. Бағасын бәрін айтшы енді. Бағасы 7 миллион 500 мың. 7 миллион 500. Телефон нөмірі мінекей, бағасы 7 миллион 500, автомат 2019 жылғы 105 мың жүріп тастаған екен. Болды, давай. Гүлекен асығып тұр кәдімгідей. Неге қайда асықтың Гүлеке? Қатып қалдым, ішіп қалдым, обед ішеміз. Лайктарыңыз аямай тіркеліп, қолдап, жан жаққа жіберіп отырыңыздар, таратып тез жүргізіп жетейік. TikTok'tan қарап отырыңыздар қалғанды.